Қымбатты оқушылар, ата-аналар, шақырылған қонақтар, биылғы мектеп бітіруші түлектер. Баршаңызды бүгінгі елімізде онлайн режимде өтіп жатқан Біргеміз түлек 2020 соңғы қоңырау мерекесіне орай ұстаздарға мың алғыс атты шараға, салтанатты жиынға қош келдіңіздер дегім келеді. Баршаңыз биылғы оқу жылында ерекше жұмыс жасадыңыздар. Ұстаз, мектеп, ата-ана болып үштікпен жұмыс жасап, елімізде кездескен қашықтықтан оқу режиміндегі білім алу, оқыту үрдісін аяқтап оқу жылының соңына жетіп жатырмыз. Баршаңызды тағы да құттықтай отырып, әрқайсыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Биылғы соңғы қоңырау ерекше үлгіде өткелі тұр. Бүгінгі 5-ші А класында өтіп жатқан онлайн сынып сағатының тақырыбы ұстаздарға мың алғыс. Балалар, байқағаныңыздай, қашықтықтан оқыту кезінде ұстаздардан тыс ата-ананың жанында кім алдыңыздар? Ұстаз дегеннің ұлы тұлға екендігін, қоғамда мәртебесі зор орны бар екендігін байқадыңыздар. Сондықтан да біздің сынып сағатымыздың тақырыбы ұстаздарға мың алғыс деп айтылып жатыр, аталып жатыр. Сондықтан бүгінгі сабақтың эпиграфы ретінде не көрсең күнге ұқсаған, жерде мына эпиграф көрінбей қалып жатыр маған. Қашан көрсең күнге ұқсаған жанары, ұстаздардан көнбіс адам жоқ әлі. Мектеп көрген әдептілер айтпақшы, мұғалімнен шықпаңыздар жоғары деп, жергілікті сықақшы ағамыз Үмбетбай Уайдиннің сөзімен бастағым келеді. Олай болатын болса, балалар әдеттегідей сынып сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны еліме қалашы, ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Бүгінгі сынып сағатымыз ерекше жағдайда өтіп жатыр. Сынып сағатының қонақтары 11-ші А класының оқушылары, класс жетекшісі Қаршығина Лабат Тілектесовна, сонымен қатар өздеріңізге сабақ беретін пән мұғалімдері Арстанова Сәния Қалдабековна, Ербулатова Светлана Жақсылықовна және ата-ана Жетімекова Нұргүл Күнбосыновна. Сонымен балалар, біздер келесі жұмыс жүйемізге қарай көше отырып, баршаңызды тағы да мерекемен құттықтай отырып,
Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының мамандандырылған мектеп-интернатының директоры Аманов Нұрбек Қамбарбекұлының құттықтау сөзіне кезек береміз. Құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар, ата-аналар және сүйікті оқушылар. Бүгінгі ұстаздарға мың алғыс атты онлайн соңғы қоңырау салтанатты шарасына қош келдіңіздер. Сіздерді бүгінгі оқу жылының соңғы күні қуанышты айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Мектебіміз осы оқу жылы айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Облыстық пәндер олимпиадасы нәтижесінде үздік инновациялық команда және үздік олимпиадалық команда номинациясы бойынша бірінші орынға ие болды. Жыл бойы өткен интеллектуалдық, шығармашылық, спорттық сайыстарда оқушыларымыз республикалық деңгейде 87 орынға ие болса, облыстық деңгейде 357 оқушымыз жүлдегер атанған болатын. Мектептің абыройын көтерген оқушыларды құттықтай отырып, қажымай, талмай еңбек еткен мектеп ұжымына алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі мерекелік шараның ерекше қонақтары 7 жыл бойы білім нәрімен сусындаған, мектеппен қимастан қоштасқалы отырған түлектеріміз. Биыл мектебімізді 55 оқушы бітіргелі отыр. Олардың 14 оқушысы алтын белгі, 12 оқушысы үздік аттестатқа ие болды. Алдарыңыздағы ұбт имтиханда сәттілік тілей отырып, сіздерге ақ жол қанаттарын талмасын. Еліміздің жарқын болашағын қалайтын сіздерсіздер. Бүкіл әлемде болып жатқан жағдайға байланысты білім беру жүйесі қашықтан оқытуға көшуге мәжбүр болды. Кішкене қиындықтар туғызды. Осы тұста білім беру процесін жалғастыру және тиімді ұйымдастыру сияқты үлкен жауапкершілік біздің ұстаздарымызға және ата-аналарымызға жүктелді. Алайда осы 90-ымызды қорытындылай келе, бұл сәттер қиындықтарына қарамастан білім берудің жаңа мүмкіндіктеріне жол ашты. Өйткені технологиямен қаруланған бәсекеге қабілетті тұлға еліміздің болашағы. Осы орайда жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей бізді қолдап, қашықтан ұйымдастырған шараларға белсенді қатысқан ата-аналарымызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Бірлескен жұмыс нәтижесінде осы сынақтан абыроймен ұтымды шықтық деп нық сеніммен айта аламын. Бірақ қашықтан оқытуды қанша мақтасақ та, өзіміздің үйренген дәстүрлі оқуға жетпейді. Өйткені оқушылар да мектебін сағынды, ұстаздар да өз оқушыларын сағынды. Сондықтан осы соңғы қоңыраумен тұспа-тұс келген мұсылман қауымына қасиетті ораза айт мерекесімен құттықтай отырып, отбасыларыңызға аманшылық, елімізге тыныштық тілеймін. Осы жаман індеттен құтылып, қайтадан алтын ұя мектебімізде жүздескенше. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Мектеп басшысы Нұрбек Қамбарбекұлының тілегіне, құттықтауына рахмет айта отырып, біздің класста биылғы оқу жылының қорытындысын жаман аяқтамағандығын сіздерге қуана хабарлағым келеді. 5-ші А класы 2019-2020 оқу жылын 23 оқушымен аяқтады. Үлгерім 100%, сапамыз 100%. Үздіктердің саны 12. Абдуллақызы Әмина, Агисова Адина, Әнес Алтынай, Баймурзина Аяжан, Болат Нұрдина, Қалау Аяулым, Құлан Аян, Марат Бексұлтан, Мұхтарова Мейірім, Сағызғалиева Ақторғын, Утарова Аяна, Шайманова Айсәуле. Қалған 23 оқушының 12-сі екпінділер. Бір қуанарлық жағдай, оқу жылын үштіксіз аяқтадық балалар. Осы оқу жылында мектептен тыс мектепшілік шараларға да белсене қатысқандығымызды қуана айтқым келеді. Мынау алдарыңызда сондай шаралардың тек қана бір парасы. Ата-аналарымызға да зор ризашылығымды білдіргім келеді, осы сәтті пайдалана отырып. 3-90 бойы, одан кейінгі 4-90-дағы қашықтықтан оқыту кезінде де ата-аналар тарапынан балаларымызға зор қолдау болды. Мінекей, сондықтан да кешегі қашықтықтан оқыту кезінде қандай қиындық туса да, бірлесе отырып, бірге отырып, кездескен қиындықты еңсеріп, бүгінгі мінекей соңғы қоңырау мерекесіне аман есен жетіп отырмыз. Олай болатын болса баршаңызды осы соңғы қоңыраумен тұспа-тұс келіп жатқан
ораза айт мерекесімен де құттықтап өткім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Әсіресе мектеп бітіруші 11 класты аяқтап тұрған мектеп бітіруші түлектер, сіздер үшін өмірдегі кездесетін қиындықтарға ең шыңдалу кезі деп есептейміз кешегі қашықтықтан оқытуды. Сондықтан да қанаттарың талмасын, жүздеріңнен күлкі кетпесін, ешқашан қамықпай, қандай қиындық кездессе де ауызбіршілікпен еңсеретіндеріңізге тағы бір мәрте көздеріңіз жеткен болар. Сіздерге сәт сапар, жас тілек. Енді қымбатты мектеп бітіруші түлектер, қашықтықтан оқыту жағдайында жалғасып жатқан, онлайн күйінде өтіп жатқан сынып сағатымызға қош келдіңіздер деп айта отырып, алдын ала 5-ші Ә класс оқушыларының мектеп түлектеріне арнаған құттықтауларын қабыл алыңыздар. Біздің тәрбие табуынан, талашықыз ұшықын бауырынан, сол еңбектің арқасын шығар бәлкім, ұстаздарың көрінше танымды. Бөле жармай бірінде шеткел ара, бердің бекен қашанда көпке баға. Қай қиырда жүрсе де шәкірттерің, сен оларға ортақсың мектеп ана. Сендіруме жақсы күн жолғарын, ақ тілектер арнайы жолынамын, шалғайларға кетсе де тілектерін, жадында жүрме екен қоңырауын. Санады ол жаңарып бала кезің, сені ұмытпай жүр екен қара сөзің, мейлі жүзге толса да қартаймайсың, тілек үшін мейірімді ана өзің. Құрметті Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облысы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының ұстаздары, ата-аналары және оқушылары. Сізді соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймыз. Мектебіңіздің жүрегі болған ұстаздарымызға қажырлы еңбектері үшін шексіз алғысымызды білдіріп, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Асқан сайын өмір жолдың өткенін, жастық шағын сағындырар көктемім. Тілекші боп тұрады ылғи анандай, алыстағы алтын ұя мектебі. Жас тілектер қақтығын қанат, сәулелік жүрекке от жағатын. Кім ұмытар қоңыраудың сыңғырын, жүрекке мәңгі ұялап қалар. Құрметті мектеп бітіруші 11-ші А сынып түлектері, сіздер үшін осынау күн мерекелі де мерейлі, табысты толғамды күнге айналып отыр. Өйткені сіздер осынау күні өзіңізді қимас бір мекеніңізге айналған, балдәурен шақтың баласы қызығын өткізген, сөйтіп бойыңызға білікті білім мен тәлімдік тәрбие жинаған мектеп анаңыздан тілеп ұшқалы тұрсыз. Осыдан санаулы ғана жыл бұрын сіз осы мектептің қастерлі табалдырығынан жасқанады жүрексіне аттап, өзіңізге тәлім берер алғашқы мұғаліміңізбен жүздесіп, білім нәріне бас қойған едіңіз. Одан бері ағын судай жылжыған жылдар легі сіздің өрісіңізді кеңейтті, бойыңызды қатайтты. 5-ші Ә сынып оқушылары сізге алдағысында сүрінген өтеді және талмас талаппен ақ жол тілейді. Мінекей 11-ші класс бітіруші түлектер, артыңыздан ерген ізбасар інілеріңіз бен қарындастарыңыздың шағын ғана құттықтауын қабыл алдыңыздар деп есептеймін. Сонымен қатар өзіңіздің де осы мектеп-интернатқа келген кездегі кішкентай шағыңызды көз алдарыңызға бір елестетіп өткен боларсыздар. Баршаңызға тағы да ақ жол тілей отырып, ендігі сөз кезегін 11-ші А кластың оқушысы Аягүлге бергім келеді. Саламатсыздар. Рахмет көп. Сынып оқушылары бізге өздерінің тілектерін жолдап тырысқан екен. Мен де оларға өзімнің жылы лебізімді білдіргім келеді. Құрметті 5-ші сынып бітіруші оқушылар, сіздерді келіп жеткен соңғы қоңырау мерекесімен құттықтай отыра, бітіруші жас түлек атынан жүрек жарды лебізімді жолдаймын. Әрдайым қанаттарың талмасын, шырқау биікке самғап ұшып, өмір белестерін бағындыра беріңдер. Білім нәрімен сусындатып,
жатқан ұстаздарымыздың сенімін ақтап, сіздердің де мектебіміздің аяулы жас түлегі атануларыңызды тілеймін. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік, бүгін міне қоштасуда таяп қалыпты. Қымбатты сыныптастарым, сіздерге сәттілік тілеймін. Бәрінде ақ жолмен әппақ көгершін армандарыңа сүрінбей жетіңдер. Аяулы ұстаздар, сіздердің жасаған еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Алтын ұя мектебіміз бен аяулы ұстаздарымызды жүрегімізде мәңгі ұмытпай сақтаймыз. Сіздерге көп рахмет. Суретті пайдалана отырып, ұстаздардың мәртебесін сезіне отырып, 11 кластың жетекшісі Қаршығина Лабат апайға да бір ауыз лебіз білдіруін сұрағым келеді. Лабат апай. Саламатсыздар ма, Күнсұлу апай, оқушылар? Менде мына кішкене видео жүрмей тұр, сондықтан былай айта берейін. Көп рахмет біріншіден 5 класс осындай мектеп бітіруші түлектерге шын лебіздеріңізді білдіріп жатырғандарыңызға, осындай шараны ұйымдастырып жатқан Күнсұлу апай, сізге де рахмет. Биылғы мына ерекше онлайн соңғы қоңырау кешінде әрине толқуың бәрінде де болады. Біздер енді сіздерді көріп, сіздермен бірге қоштасқанда мектеппен одан да жақсы болар еді. Енді биылғы жылғы оқу бітіруші балалардың жетістіктерін өз көздеріңізбен көріп біліп келдіңіздер. Апай да жаңа айтып жатыр, өзінің кластың балдарының өте жоғары нәтижемен биылғы оқу жылын аяқтаған. Осындай үрдісті жылма-жыл жалғастырып, тек үздіктердің қатарында жүріңіздер деп тілеймін. Алдағы уақытта да ағаларыңыз бен апаларыңыздың салған ізін жалғастырады деген ойдамын. Ал 11 бітіруші түлектерге алдағы 11-де кездесетін неше түрлі сынақтарында ешқандай сүрінбей, мектептен алған білім мен алған тәрбиелеріңнің арқасында тек жақсы жақтарыңмен жүріңіздер деймін. Алда неше түрлі сын болады, сол сында өздеріңнің адамгершілік қасиеттеріңізді жоғалтпаңыздар. Ораза айтта ұштасып келіп жатқан соңғы қоңырауымыз сәтті өтіп жатыр деймін. 5 класс оқушыларына тағы да алғыс айтамын. Көп рахмет. Рахмет, Лабат апай. Енді ата-ананың тілегісіз, ата-ананың тілегі болмаса, бала еш жерде ешқашан өз жемісін бере алмайды қандай еңбегінің де. Сондықтан осы салтанатты онлайн соңғы қоңырау мерекесіне қатысып отқан Нұргүл апайымыз бар. Ата-ана ретінде балаларға өзінің тілегін арнап өтсін. Нұргүл апай, сізге де бір ауыз лебізіңізді білдіріп өтіңіз. Саламатсыздар ма, оқушылар және де мұғалімдер? Мен бүгін сіздермен соңғы қоңырау жиынына жылдағыдан өзгеше, басқаша онлайн ретінде жиналып отырмыз. Енді бұл мен манадан ойлап отырмын, 27 жыл ұстаздың ішінде бірінші рет болып жатқан жағдай. Жылға елімізде болып жатқан қиын жағдайға байланысты осындай амалсыздан осындай біздер соңғы қоңырау өткізуге мәжбүр болып отырмыз. Дегенмен де енді жаңағы өзіміздің алаңда кездесіп, сол жерде болғанға не жетсін. Дегенмен де енді осы соңғы қоңырауымыз құтты болсын, балалар. Жаңағы апайларыңыз айтқандай жетістіктеріңізді қарап қуанып отырмыз. Кластың тең жартысы үздік оқушылар екенсіздер. Енді әлде де балалар тағы да өздерін көрсетеді. Ол үздік болуға әлде де талпынып, тағы да 6 класстарда да, 7 класстарда да қосылып жататын балалар болады. Сондықтан да бір сабақ, 2 сабақтан шыққан балалар болса, ешқандай істемей, алдағы уақытта өздеріңіз оқуларыңызға болады. Енді не айтайын, сабақ берген мұғалімдерге, Күнсұлу апайға, класс жетекшілеріне
ата-ана ретінде үлкен рахметімді айтқым келеді. Көптеген шаралар өткізілді класста. Балалардың барлығы өте жаңағы белсенді, жан-жақты көптеген жарыстарға қатысты. Оның барлығын мен осы мұғалім ретінде, бір жағынан ата-ана ретінде осы мектепте жүргенде барлығын өз көзіммен көріп жүрмін. Жарайсыңдар балалар. Сонымен қатар жаңа 11 класстың түлегі де бізде қонақта отыр екен. Осы 11 класстарға да ақ жол тілеймін, жолдары болсын, өмірде өздерінің жолын тапсын, мына ұлттық біліктілік тестісінен аман есен өтсін деген тілек айтқым келеді. Баршаңызға соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Тек қана жақсылықпен 1 қыркүйекте аман есен қауышайық дегім келеді. Рахмет. Рахмет. Айтқан тілектер қабыл болсын. Ал енді балалар, кез келген соңғы қоңырау мерекесінің жалпы мектеп өміріндегі оқушылық өмірдің әдемі бір сазы бар. Қоңырау деген. Олай болатын болса, біз қазір сынып сағатымызды осы сыңғырла соңғы қоңырау деп 11 класты бітіруші түлектердің қоңырау соғу салтанатымен аяқтағымыз келеді. Балалар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні мінекей ерекше жағдайда өткен соңғы қоңырау мерекесінің соңына да жеттік. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Мына кездескен аз ғана қиындық, әлемге кездесіп жатқан індет артта қалып, тәуелсіз еліміздің туы желбіреп, әрқашанда осындай уақытша кездескен қиындықтардың баршасында тектілігімізді, түсіністікпен не нәрсені де қабылдайтын, не нәрсені де пайымдай білетін сабырлылығымызды, еңбекқорлығымызды алға салып, барша қиындықты артқа еңсеретін ұрпақ екендігімізді тағы бір дәлелдеп өттік. 5-ші Ә класы сіздерді үшін де бүгінгі соңғы қоңырау ерекше. Себебі осы мектеп интернатқа келгелі болып жатқан сіздердің қоңырауларыңыз, соңғы қоңырауларыңыз ерекше жағдайда өтіп жатқан. Сондықтан жаңа мектептің өміріндегі шараларға ата-аналар да белсене қатысты деп айтып жатырмыз. Оның барлығын атап өту мүмкін емес. Кездескен қатысқан шаралардың саны көп. Сондықтан да барша ата-анаға көп рахмет айта отырып, балаларыңыздың қызығын қызықтай беріңіздер дегім келеді. Ал балаларға айтарым, 3 ай каникулда жақсы демалып, келесі оқу жылына тың серпін, күшпен келулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Мынау қашықтықтан оқытуда қандай белсенділік танытсаңыздар, енді 3 ай каникулда да демалыста сол белсенділіктеріңізден айырып қалмай, жаңаша күшпен жетпеген жерлеріңізді жетістіріп, білім мен біліктеріңді, тәрбиелеріңді тағы бір пара қарап өтіп, жақсы демалып, жақсы жүздесіп, аман есен 6 класқа аттауларыңа, келулеріңе шын жүректен тілектеспін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға көп рахмет. 11 класты бітіруші түлектер, сіздерге ерекше тілек, ерекше лебіз білдіргім келеді. Әрине, жылдағыдай үрдісте болса, бүгінгі қоңырауымыз, бүгінгі мерекеміз бұдан да көрікті көтермеді. Бірақ өкінетін еш нәрсе жоқ. Бұның барлығының артының қайыр болады дейді. Олай болатын болса, ұбытының алдындағы, бұл да бір сіздер үшін үлкен өмірге аттайын деп тұрған қадамның алдындағы бір тың күш беретін, қажыр қайрат беретін шыңдалу деп есептейсіздер. Ата-аналарыңыз аман болсын, ұстаздарыңыз аман болсын. Қайда, қашан, қандай күйде кездесек те, жақсылықпен кездесейік. Сіздердің тек жақсы аттарыңызды естейік. Маман болу міндет емес, адам болу міндет дейді.
қайда қашан қандай күйде жүрсеңіз де балалар, әрқашан адамгершіліктен аттамай, қазақтың баласы екеніңізді ұмытпай, еліміздің тәуелсіздігіне белсене үлес қосатын еңбекқор жас болып өсулеріңе шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі шарамызға келген қонақтар, апайлар, сіздерге де 3 ай каникулда жақсы демалып, амандық болса қыркүйекте аманшылықпен қауышуды жазсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк тудың желбірегені деп бүгінгі шарамызды мақтанышпен, құрметпен аяқтағым келеді. Көп рахмет, сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыз, көп рахмет. Сіздерге болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай. Muzon.com Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлап қана денені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Маған керегі көк тудың желбірегені. Қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Жан емес маған керегі.